Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 57-ші сабақ. Бүгінгі тақырып жұмыстың жылуы. Бүгінгі сабақта өлеңді түсініп оқисың, тақырып бойынша әңгімелейсің. Бірінші тапсырма қысқы еңбек түрлерін ауызша ата дейді. Малды күтуге байланысты, үйді жылытуға байланысты және де үй шаруасы екен балалар. Малды күтуге байланысты шөп салу, су беру, жем беру және қораны тазалау. Үйді жылытуға байланысты көмір тасу, пешке от жағу, күл шығару екен балалар. Үй шаруасына қар күреу, ағаш жару, су тасу. Екінші тапсырма өлеңді түсініп оқы. Жұмыстың жылуы. Долы сынай боранның, тұлыбыма орандым, кімге қамсау тұлыбың? От жағалы құлыным, деді апам бара ғой, бірер шірке жара ғой, жеңіл желпі киініп, белді буып түйініп, жұмысқа тез кірістім, мол жаруға тырыстым. Салдым күшті мен шындап, бірте-бірте шымшымдап, бойға жылу тарады. Апам маған қарады, деді сосын ерледің, от жақпай-ақ терледің, жылуы бұл жұмыстың, қызу ғой бұл істің. Қадыр Мырзали. Бұл жерде балалар долы боран деген, алай дүлей боран деген. Тұлып деген малдың немесе аңның терісінен тігілген кең ұзын тон. Қамсау дегеніміз бұл жерді қорғаныш, пана деген. Шөрке деген кесілген ағаш деген мағынаны беретін балалар. Келесі үшінші тапсырма балалар, өлеңге сүйеніп оның мазмұнын өз сөзіңмен әңгімеле. Жұмысқа дейінгі баланың іс-әрекеті, баланың жұмыс кезіндегі сәті және де жұмыстан кейінгі сәт. Сөзі: долы сынай боранның, тұлыбыма орандым дейді. Киімі қалың. Апасының сөзі: от жағалық, бірер шөрке жара ғой дейді. Баланың жұмыс кезіндегі сәті: киімі жеңіл желпі, ісі жұмысқа кірісіп, мол отын жарды. Жұмыстан кейінгі сәті: апасының сөзі: ерледің, от жақпай-ақ терледің дейді. Үшінші тапсырмада балалар жұмыстың жылуы тоңып отырған баланы қалай өзгертті? Өзгерісті сызбаға қарап түсіндіріңдер дейді. Алғашында бала бораннан қорқып тұлыбына оранып шығады. Апасы оған бірер шөрке жарып келе ғой дейді. Бала жеңіл желпі киініп, отын жару барысында оның денесі жылынады екен. Соңында апасы оған ерледің деп мақтайды. Өйткені сен от жақпай тұрып не терледің деді. Бесінші тапсырма кестедегі тақырыптар бойынша ойды жалғастыр, түсіндір. Ауылдағы қысқы еңбек түрлері және қаладағы қысқы еңбек түрлері дейді. Ауылдағы еңбек: от жағу, малға қарау, көмір тасу, қар күреу. Қаладағы қысқы еңбек түрлері: машинамен қар тазалау, үйлердің жылуын қосу, арнайы көліктермен жолдарға құм, тұз себу. Соңғы 6-шы тапсырма: өзің қыста қандай еңбек түрін атқарасың, оның пайдасы неде дейді балалар. Мен қыста ауладағы қарларды күреуге көмектесемін. Оның пайдасы: денсаулығымыз нығаяды, денеміз шынығады.